Саламатсың ба балақай? 115-ші сабақ. Ұсақтау және төлем жасау. Бүгін монеталар мен есептеулер орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма. Әлия мен Сырымның әмияндарында бірнеше монетадан бар. Әлия қандай азық-түлік сатып алуы мүмкін? Сырым не сатып алуы мүмкін? дейді. Әмияндарда қанша теңгеден бар екенін санап көрейік. Бірінші әмиянда 50, 70, 80, 90, 100 теңге бар екен. Ал екінші әмиянда 10, 20, 30, 50, 60 теңге бар. Екінші әмиянда. Әлия не алуы мүмкін 100 теңгесіне? Қиярдан алуы мүмкін 50 теңге, және де орам жапырақтан алуы мүмкін, сонда 100 теңге болады. Енді сырымды көрейік. Ал сырым лимон мен алмұрт алуы мүмкін. 40 пен 20-ның қосындысы 60 болады. Екінші тапсырма. Суреттен екі тауарды таңда. Олардың бағасын айт. Есептер құрастыр және шығар дейді. Суретке қарап, есеп құрастырып көрейік. Алмұрт 20 теңге. Ал лимон белгісіз, бірақ 20 артық. Шешуі. 20-ға 20-ны қосамыз, 40 болады. Сонда жауабы лимонның бағасы 40 теңге. Енді екіншісіне қарайық. Қияр 50 теңге. Ал алмұрт белгісіз, бірақ 30 теңгеге кем дейді. Сонда шешуінде 50-ден 30 азайтамыз, 20 қалады. Жауабы алмұрттың бағасы 20 теңге. Үшіншісін өзің осылай есеп құрастырып шығарып көр. Үшінші тапсырма. Теңдік пен теңсіздік құрастыр дейді. Бізге монеталар берілген. Осы монеталарды пайдаланып, теңдік пен теңсіздік құрастыруымыз керек. Бізде біріншісінде 2 монета берілген, 10 теңге мен 5 теңге. Екеуінің қосындысы 15 теңге. Таңба 20-ға қарайды. 15 кем 20-дан. Екінші 13 теңге, одан кейін 15 теңге. Таңба 15 теңгеге қарайды. 13 кем 15-тен. Келесі 40 теңге, 50 теңге. Таңба 50 теңгеге қарайды. 40 кем 50-ден. Келесі 50 теңге, 50 теңге. Екеуі тең болады. Төртінші тапсырма. Суретке қара. Қай арбадағы тауар ауыр? Барлық тауардың массасын есепте дейді. Қанекей, бірінші арбада не тұр екен қарайықшы. Бірінші арбада асқабақ, картоп, сарымсақ бар, Бізде асқабақ 4 килограмм, картоп 4 килограмм, сарымсақ 2 килограмм. 4-ке 4 қоссақ 8, 8-ге 2-ні қоссақ 10 килограмм. Сонда бірінші арбада бізде 10 килограмм бар екен. Екінші арбада қауын мен қияр бар екен, Қауын 3 килограмм, қияр 1 килограмм. 3-ке 1-ді қоссақ 4. Сонда екінші арбада 4 килограмм зат бар екен. Үшінші арбада бізде 3 зат бар, 4 килограмм, 3 килограмм, 2 килограмм. Үшеуінің қосындысы 9 килограммды береді. Сонда үшінші арбада бізде 9 килограмм зат бар. Ең ауыры қайсы арба екен? Қанекей, бірінші арбада 10 килограмм, екінші арбада 4 килограмм, үшінші арбада 9 килограмм. Әрине бірінші арба ауыр, ода 10 килограмм зат бар, Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол балақай. Келесі сабақты көру үшін каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.